Сәлем балалар, бүгін 106 сабақ, бірінші тапсырма. Бос орындардағы тиісті сандарды ата, сандарды тура және кері ретпен айт. Енді бос орындардағы тиісті сандарды атайтын болсақ, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18. Бұл сандарды тура ретпен атайтын болсақ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Кері ретпен атайтын болсақ, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Келесі екінші тапсырма есептеуді қалай орындау керектігін түсіндір. Бірінші 11 қосу 9. Бұл жерде бірлік пен бірлікті қосамыз. Яғни бірінші 11-дегі санда бірлік 1, одан кейін 9. 1 мен 9-ды қоссақ 10. Яғни 1 ондық, 0 бірлік. Сонда қызыл түсті бірліктер жазылатын болғандықтан 0-ді бірлікке жазамыз. Бұда 1 ондық қалады. 11-дің алдындағы 1-ге 1 ондық пен 1 ондықты қоссақ 2 ондық, яғни 20 шығады. Сонда 11 қосу 9 тең 20-ға. Келесі 8 қосу 11 тең 19-ға. Бірлікпен бірлікті қосамыз, 8 бен 1-ді қосақ 9 шығады, және қасына 1 ондықты қойдық 19. Есептегі жасыл түспен белгіленгендер ондықтар, қызғыл түспен белгіленгендер бірліктер. Азайту дәл солай 19, азайту 3 бірліктен бірлікті азайтамыз, қасына ондықты қоямыз. 9-дан 3-ті азайтсақ 6, қасына 1-ді қостық, демек 19 азайту 3, 16-ға тең. Дәл сол сияқты 18 азайту 5, бірліктен бірлікті азайтамыз. 8-ден 5-ті азайтсақ 3 шығады, қасына жаңағы ондықты қосамыз. Сонда 18 азайту 5 бізде 13-ке тең. Келесі үшінші тапсырма бізде қызанақ, қияр көрсетілген. Олар мысалы 5 қызанақ, 10 қызанақ, 10 қияр. Енді осыған байланысты есептерді шығарайық. 6 қосу 4 10-ға тең, 16 қосу 4 20-ға тең. 10 азайту 9 1-ге тең, 20 азайту 9 11-ге тең. 3 қосу 7 10-ға тең, 13 қосу 7 20-ға тең. 2 қосу 5 7-ге тең, 12 қосу 5 17-ге тең. Төртінші тапсырма есепті шығар, 2 кері есеп құрастырып, оны шығар. Бірінші себетте 5 килограмм, ал екіншісіне одан 3 килограмм артық қызанақ бар. Екінші себетте неше килограмм қызанақ бар? Жазамыз, бірінші себет 5 килограмм, екінші себет белгісіз, бірақ 3 килограмм артық. О, артық десе демек қосамыз. Шешуі 3 қосу 5 тең 8. Жауабы екінші себетте 8 килограмм қызанақ бар. Енді кері есеп құрастырамыз. Екінші себетте 8 килограмм қызанақ бар, бірінші себетте белгісіз, бірақ екінші себетке қарағанда 3 килограмм кем қызанақ бар. Бірінші себетте қанша килограмм қызанақ бар? Кем десе демек азайтамыз. 8 килограмм азайту 3 килограмм тең 5 килограмм шығады. Жауабы бірінші себетте 5 килограмм қызанақ бар. Бұл бірінші кері есеп. Екінші кері есеп шығаратын болсақ, бірінші себетте 5 килограмм қызанақ бар, ал екінші себетте 8 килограмм қызанақ бар. Екінші себетте бірінші себетке қарағанда қанша килограмм қызанақ артық? Оны табу үшін біз 8-ден 5-ті азайтамыз, сонда 3 шығады. Жауабы екінші себет бірінші себетке қарағанда 3 килограмм артық қызанақ бар. Келесі 5-ші тапсырма. 5-ке, 15-ке, 20-ға тең сандардың қосындысын біреуін таңда, олармен байланысты айырма құрастыр дейді. Біз біреуін 5, екеуден таңдайық, әр қатардан. 5-дің қосындысынан таңдасақ, мысалы 1 қосу 4 тең 5. Осын таңдайық. 10-мен байланысты айырма құрастыратын болсақ, 5 азайту 4 тең 1. Немесе 3 қосу 2 тең 5, онымен байланысты айырма құрастыратын болсақ, 5 азайту 2 тең 3. Екінші қатарда бізде 15
сандардың қосындысы 15-ке тең. Олардың арасынан да екеуін таңдайық. Бірінші 10 қосу 5 тең 15. Осымен байланысты айырма құрастыратын болсақ, 15 азайту 5 тең 10. Келесі 13 қосу 2 тең 15. Бұнымен байланысты айырма 15 азайту 13 тең 2. Үшінші қатардағы сандардың қосындысы 20-ға тең. Бұдан да екеуін таңдап алайық. Мысалы, қосындыны таңдасақ, 17 қосу 3 тең 20. Осыған байланысты айырманы құрастырсақ, 20 азайту 3 тең 17. Тағы да 16 қосу 4 тең 20. Болған байланысты айырма 20 азайту 4 тең 16. Мінекей 5-ші есепті осылай шығарамыз. 6-шы тапсырма мысалдарды қатар мен баған бойынша есепте бос төр көздерді толтыр. Бірінші қатарда бізде 40 қосу 30, ол 70-ке тең. Одан кейін берілген 90 қосу 10 тең 100-ге тең. Келесі мына жерде сан белгісіз. Төр көз оны табу үшін біз 90-нан 40 азайтамыз. 90-нан 40 азайтса қанша шығады? 50 шығады. Демек, екінші төр көз бос жерге біз 50 деген санды қоямыз, яғни 40 қосу 50 тең 90-ға. Дұрыс болды. Келесі мына жердегі екінші бағандағы сан белгісіз болып тұр. Оны табу үшін біз 30-дан 10 азайтамыз. 30-дан 10 азайтсақ 20 шығады. Демек, мына бос төр көзге 20 деген санды қоямыз. 30 азайту 20 тең 10. Енді бізде мынау қатар толықты. Демек, 50 азайту 20 тең 30-ға. Сонда дәл келді, 70 қосу 30 100-ге тең болды. Келесі дәл солай 90 қосу 10 тең 100-ге, 50 азайту 30 бізде 20-ға тең. Мына астынан 100 азайту 20 тең 80-ге тең дейміз. 80 шықты. 10 мен 30-дың қосындысы 40-қа тең болады. 90 мен 50-дің айырмасы 40-қа тең. Сонда үшінші баған бізде 40 қосу 40 80-ге тең. Мінекей осылай шығарамыз. Сонымен бүгінгі сабақ аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыз.